Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма кіріп, менің рецептім бойынша жасап жатсаңыздар, сіздерге алдын ала рахмет айтамын. Бүгін сіздерге тағы бір рецептімен бөліскім келіп отыр. Үй жағдайында жасалатын KFC. Тура KFC-дегідей күшті, сырты қытырлақ, жақсы болып шығатын рецепт. Жасап көріңіздер сіздерде. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ыдысымызға су құямыз. Онан кейін қызыл бұрыш, менде бір ұсақ бұрыш, түйір қызыл бұрыш бар. Соны салдым. Содан кейін қара бұрыш, паприка. Ащы болып кетпейді, қорықпаңыздар. Содан кейін кориандр, кейін тұз қосамыз. Күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Тұзы шамалы еруі қажет. Тауық қанаттарын осылай буын-буындармен буып, жақсылап жуып, тазартып, осылай видеодағыдай екіге бөлеміз. Құрметті көрермендер, менің рецептім сіздерге пайдасы тиіп жатса, өздеріңіздің таныстарыңызбен поделиться деген астында бөлімді басып, бөлісе отырыңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып кетулеріңізді сұраймын. Туралған тауық қанаттарын жаңағы сиробымыздың үстіне салып, бір шай қасық үкіштен өткен чеснокты салып араластырамыз да 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Негізінде маринадта бір күн түн тұрса, тіптен жақсы болады. Біз мінекей 2 сағат өтті. Ұнымызға 1 қасық тұз, 3 қасық паприка. Бұл жерде қызыл бұрыш емес, паприка. Паприка бұл жерде цветін келтіру үшін қосамыз. Маринадталған тауық қанаттарын осы ұнымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Екі жағының барлық жағына ұн тию қажет. Кейін ұнды жақсылап сілкіп, осындай сеткі ыдысқа саламыз да, маринадталған жаңағы сиробымыздың үстіне су құйып, сонда батыратын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мен сеткі ыдысқа жақсылап ұнын қағып, қайтадан салып жатырмын. Жаңағы сиробымыздың үстіне су құйып, тауық қанаттары бататындай қылып, осылай жақсылап су құямыз. Бір 10 секундтай ұстаймыз. Үстінде мінекей шамалы көпіршіктер пайда болу қажет. Кейін осы сүзгімізді осылай алып, жаңағы ұнымыздың үстіне қайтадан салып, тағы да ұнға бұлғап аламыз. Жақсылап араластырып, оның тағы да сілкіп аламыз жақсылап. KFC-міз осымен дайын. Майымызды қыздырып, екі жағын жақсылап қуыратын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. KFC-ді пісіретін ыдысымыз осындай шұңғыл және кішкентай болғаны жақсы. KFC салған уақытта ішіне барлығы батырылып тұру қажет. 10 және де 8 минут аралығында пісіп болады. Арасы жақсы піседі. Мінекей біздің алғашқы KFC-леріміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына шейін менімен қарасаңыздар, көп рахмет айтам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.